Сәлем сұлуларым, мен сіздермен бүгін өте оңай жасалатын ірімшікті шарлардың рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін ыдысымызға үккіштің майда көзінен өткізілген қатты ірімшігіміздің үстінен жұмыртқамызды салып, ұнымызды қосып, жақсылап араластырып, басын біріктіріп аламыз. Ірімшіктің қатты түрін таңдаңыз, себебі пісіп шыққаннан кейін арасы бос болып, формасын өзгертуі мүмкін. Осылай құрт тәріздес етіп, формаға салып, дөңгелектеп аламыз. Қызып тұрған майда орташа отта екшетін аудара отырып пісіріп аламыз. Егер де менің рецептім ұнаса, лайк басып, коммент жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Мен сізді күтемін.